Жамбыл облысында 1238 атана қамқорлығынсыз қалған бала бар болса, оның 129-ы патронаттық тәрбиеде. Қамқоршылар күніне орай балаларды өз құшағына алған мейірімді жандарға арналған қамқор ана қолғанат бала тақырыбында айтыстан жарыс өтті. Очень весело живу, рисованием занимаюсь, чтением я увлекаюсь, свою семью представлю лично, думаю, выйдет отлично. Елде тастанды балалардың саны күн санап артып келеді. Алайда дүниеге келген әр бала жеке тұлға ретінде даму үшін отбасында қамқорлық сезініп өсуі қажет. Бірі сыңғырлаған дауыс иесі болса, енді бірі мың бұралған биші. Ал бұл шарада балақайлар өзара айтысып, жүзден жүйрік атанды. Шараның мақсаты да осы. Қамқор ана мен бала арасындағы байланысты нығайту. Сіздердің жүректеріңізге пейілдеріңіз ашық, жандарыңыз, жүректеріңіз, аяулы алақандарыңыз ыстық. Сіздер сияқты пейілден ана жүрегі үлкен адам қазіргі заманда келіп екен. Себебі сіздер өз балаларыңыздан бетер, елдің деп айтпай-ақ қояйық, осы Қазақстанымыздың болашағын өсіріп өндіріп отырған ең жүректі, ең батыр, ең батыл азаматша тұлғасыздар. Баласының сахнада өнер көрсетіп, жүрек жарды жырына тәнті болған аналардың саны көп. Патронат ананың бірі Гүлсара Бақтаева. 5 бөбекті кең құшағына басқан қамқоршы ыстық лебізін арнады. Қатысып жатқан отбасылардың бәріне сәттілік тілеймін. Және қалалық білім басқармасына қамқоршы күнінің мейрамына бізге осындай үлкен байқау өткізіп, үйде отырып балалармен тәрбиесінде отырған аналарды осындай конкурс жариялап, бізді бір алғыс айтқым келеді. Өйткені біз балалармен жұмыс істеп, балалар ашылады, сахнаға үйреніп, өзіміздің үйірмеге қатысып жүрген қырларымызды көрсетіп, балаларымызбен бір қуанып қалдық. Аламанда өнер көрсеткен балалардың жүзінен бақыт, сахна сыртында тақымын қысқан аналардың көзінен риясыз қуаныш байқалады. Назерке Аяз, Мұхтар Әлішев, Елдар Түстікбай, Аймақ.